Сәлеметсіз бе, Күнсұлу Шахмұратқызы. Сізді отбасыңызбен көп саяхаттайтын мұғалім ретінде білеміз. Сізге бірнеше сұрақ қойсам бола ма? Болады, әрине, қоя ғой. Қай елдерге саяхаттадыңыз? Мен жанұяммен немеремді алып, үлкен немеремді Парсы шығанағындағы 3 елге саяхаттадық. Ол Араб әмірлігінің 2 қаласы, Катар елі және Оман сұлтандығына. Сіздің ол немереңізге қалай әсер етті? Менің немерем өте үлкен қуанышта болды. Қатты қуанды, тіпті әже, рахмет сізге осы елдерге апарғаныңыз үшін деп. Қатты қуанышын білдірді. Елдерді аралап көрді. Үлкен лайнермен саяхаттадық біздер. 20 этажды үлкен лайнер ішінде барлығы бар. Су бетінде жүзіп жүрген үлкен қала деп атайды екен оны. Италия елінің үлкен 20 этажды лайнерімен бірнеше елді, бірнеше қаланы саяхаттадық. Немереміздің қуанышында шек жоқ. Қандай қиындықтар мен қысықтар болды? Енді бізде кездескен қиындық біріншіден тіл мәселесі. Ағылшын тілін білу керекпіз. Ағылшын тілін білмейтіндігімізге кішкене қиналдық. Немерем де өте қиналды. Ол тіпті телефондағы ойындарды барлығын кетіріп, мен тек қана ағылшын тілін оқуым керек, сонымен айналысым керек. Келесі шыққан уақытта шетелге ағылшын тілін мықты біліп алуым керек деп өзіне өзі кәдімгі мақсат қойды алдына. Рахмет сауалнамызға.